Сәлем достар, бүгін біз 2025-тің хит пирогы Орионын дайындайтын боламыз. Бір жасағына шығады. Ең алдымен бізге керекті жұмыртқа, ерітілген сары май, шекер және ұн, какао разрыхлитель. Алдымен сары майымызды, шекерімізді, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң үстіне құрғақ ингредиенттерді қосатын боламыз. Құрғақ ингредиенттерді бірінші араластырып аламыз. Барлығын салып жібереміз де жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бізде осындай жұмсақ нәп-нәзік қамыр дайын болады. Қамыр дайын болғаннан кейін пакетке салып холодильникке жібереміз. Холодильникке жібергеннен кейін осы пирогымыздың начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасын дайындау үшін біз қаймақты саламыз, оған 2 жұмыртқаны саламыз, оған оның үстіне шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ең маңызды жері осы кукурузный крахмалдың 2,5 ас қасық салатын боламыз. Кукурузный крахмал біздің қаймағымыздың еріп кетуіне, ағып кетпеуіне көмектесетін болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін осындай Орео печеньесін ұсақтап салатын боламыз. Мен 4 Орео печеньесін салдым және үстіне 3 Орео печеньесін салатын боламын. Енді біз жаңа холодильникте тұрған тестамызды аламыз, осылайына қолмен жай біркелкі қылып аламыз. Біркелкі қылып алғаннан кейін ішіне начинкасын құятын боламыз. Начинкасын құйғаннан кейін осылай қолмен жай-жайдан қозғап отырып біркелкі қылып аламыз. Біркелкі болғаннан кейін осындай әсемдеу бетіне Орео печеньесін 2-ге бөліп осылайынан салып шығатын боламыз. Және қызып тұрған пешке 40-35 минутқа жіберетін боламыз. Достар, осы рецептпен жасайтын болсаңыздар еш өкінбейсіздер. Бізде нәп-нәзік жұмсақ тәтті пирог дайын болып шықты. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Айдана Тұрсынбаевна.